Ақ пен аруақтың құдіреті. Ойланшы, сені жасайтын ұрық пен ұрықта не бас, не көз, не құлақ, не қол, тіпті қан да жоқ. Бірақ тірі әлемді жарата алатын құдірет бар. Ал оны ақ жаратады. Ақты Құдай жаратып, осы өмірдің иесі атаған. Ақ өмірдің иесі, Құдайдың алдында ғана жауапты. Демек, қазақтың тәңір дінінің негізі ғылымда клетка туралы ілім. Ұқтың. Жаратылған жарық дүниеде тірі әлемді жасай алатын, жарата алатын тек қана клетка. Ақиқаттап айтсақ, ақ. Қазақ сөзімен айтсақ, аруақ. Ақ пен аруақ деген ойды басқа халықтар да түсінсін. Сонда орысшасы священная клетка, красавица клетка, вечная информация, владыка, властелин вечного живого мира, сознание, владеющий процессом деп айтылып ой тұрақтайды. Тірі әлемде орын алатын барлық сұрақтың жауабын тек қана ақ аруақ біледі. Сен өз өміріңді талқындап кеткен кез келген күрделі сұрақтың жауабын Құдайдан сұрайсың, табиғаттан сұрайсың, ұстазыңнан сұрайсың, досыңнан сұрайсың, бірақ ешқандай жауап жоқ. Туындаған сұраққа жауап таппай, жан қиналып, бар тіршіліктен бәс кешіп, өзіңмен өзің жеке қаласың. Міне керемет. Жаныңды қинаған сұраққа кенеттен жауап келеді. Бұл неткен құдірет деп ойлайсың. Құдіреттің иесі, тірі әлемнің иесі болсын деп Құдайдың өзі ақ аруақты денмен көмкерген. Кез келген сұрақтың жауабы осында. Сана осында. Көптіктен тұрған сәтте өреге ие болады. Ол кейде дерттеніп қалады. Сол кезде кез келген жауап сұраққа айналады. Анығында кез келген ой ол жауап. Ақ аруақ барлық сұрақтың жауабын біледі. Ата-бабаңнан келген таза қанды, шежірелік ақпарат, одан болмаса сабыр амалы сені сол жауаптар орналасқан клеткалар әлеміне кіргізеді. Сол күннен бастап сені білместер мен түсінбестер алдампаз атайды. Тек сен өзіңді өзің алдамасаң болды. Алдама. Білетіндер мен түсінетіндер сені көріпкел, данышпан, дана, кемеңгер, тәуіп, бақсы, балгер, құмадақшы, емші, домшы, шаман атайды, мастанба. Саған қабілет пен қасиетті беретін құдіретті жасаған Құдайдың өзі. Ол ақ аруақты өзіне тән етіп жасаған. Өзіне тиесілі кез келген ұлттың бет бейнесін анықтайтын, ақиқаттайтын үш жүзді осы жерге орналастырған. Ұрпақтан ұрпаққа берілетін ақпараттар әлемінің барлық жауабын бабаларға діттеген. Жаратылатын әлемнің барлық кілтін шежіре ділге сақтаған. Пешенектің де кереметін ұмытпағаның жөн. Ал Тәңір болса, 20 елден тұрып солға айналып, өмірдің діңгегі болып, тірі әлемнің негізіне айналады. Керемет десең керемет, ғажап десең ғажап. Ақ аруақтың керемет әлемін меңгерсең, сенен құдіретті, сенен мықты, сенен асқан көріпкел адам болмайды. Бұл сиқыр дейтіндердің тіл тасқа. Заман өзгерген. Қазір ғылым генетика әлемін меңгеруде. Клетканың кереметін паш етіп, барлық жауаптың осында орналасқанын, өмір мен өлімнің, өлім мен ғұмырдың шешімі осында зерделеніп, өмірді шыр айналдыратын ақиқаттың заңдылықтары осы жерде екендігін дәлелдеген үстіне дәлелдеуде. Әлем ақ аруақтан тұрады. Заңдылықтарын меңгер, Құдайдың адам өзіме тән болса екен деген арманын жүзеге асырасың. Ақ аруаққа тән
ден заңдылықтарын меңгерген адам өзегі үзілмейтін өмірдің ақиқатын меңгереді. Заңдылықтардан шеттесе нақұрыс болады. Тәңір діні арақ ішпе, темекі тартпа, жақсы тұр, жақсы жүр деп мораль айтатын дін емес. Мораль айту оның теңі емес. Тәңір діні ақиқатқа толы жауаптарды білдіретін ілім. Себебі келген ойдың жауабын толық білген адам ғана жақсы мен жаманды айтпай ұғады. Ей пікірші, сыналатын боласың. Сынасынан да құтыламыз. Тоқтар Бейсенбинов «Ақиқат» кітабы 318-319 беттер.